Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін ұйымдастырылған оқу қызметі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру. Оқу қызметінің тақырыбы пайдалы азық түлік, цифрларды бастырып жазамын, мысалдар шығарамын, 4 саны мен цифры. Мақсаты көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Балалар, ұйымдастырылған оқу қызметін бастамас бұрын өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Біз қандай санмен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, 3 санымен және цифрымен таныстық. 3 санын құрамын атаңдаршы. 2 қосу 1, 1 қосу 2. Жақсы. 3 санына байланысты санамақ жаттадық. Дұрыс айтасыңдар. Енді біз жаңа тақырыппен танысайық. Жұмбақ шешу. Шашы жердің бетінде, өзі жердің астында. Ол не? Ойланайық. Сәбіз. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, менің сұрағыма жауап беріңдерші. Сәбіз жеміс пе, көкөніс пе? Дұрыс айтасыңдар. Көкөніс. Сәбіздің құрамында біздің ағзамызға пайдалы заттар өте көп. Осы сәбізге байланысты тақпақ жаттайық. Сәбіз бізге керекті, дәруменді береді. Пайдалансаң оны көп, көзің жақсы көреді. Байқадыңдар ма балалар? Сәбізді біз жесек, біздің көзімізге өте пайдалы екен. Балалар, менімен бірге суреттегі алманы санайықшы. Қане бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Неше алманы көріп тұрмыз балалар? 4 алманы көріп тұрмыз. Дұрыс айтасыңдар. Бүгін біз 4 санын қайталаймыз. Келесі суретке назар аударайық. Балалар, суреттен нелерді көріп отырмыз? Үй жануарларын көріп отырмыз. Үй жануарларын 4 түлік деп атайды. Қане оларды атайық. Түйе, жылқы, сиыр, қой. Және біз ойыншықтарды көріп отырмыз. Қандай ойыншықтар? Атайықшы. Қоян, қуыршақ, доп, қонжық. Олар нешеу екен санайықшы? 4 екен. Ал бір жылда неше жыл мезгілі бар? Дұрыс айтасыңдар. 4 жыл мезгілі бар. Көктем, жаз, күз, қыс. Келесі тапсырма қандай сандар түсіп қалған деп аталады. 4 саны шығу үшін бір шиеге неше шиені қосамыз? Ойланайық балалар. Қане, неше санын қосамыз? Дұрыс айтасыңдар. Бір санына 3 санын қосқанда 4 болады екен. Ал қалған есептерді сендер өздерің шығарып көріңдер. Сендердің қолдарыңнан келеді деп сенемін. Суретті тауып қорша дидактикалық ойын ойнайық. Суретте нені көріп отырмыз? Алмаларды көріп отырмыз. Алмаларды санайық. 1, 2. Неше алма болды балалар? Дұрыс айтасыңдар. 2 алма. Енді астындағы сандардың ішінен 2 санын тауып қоршайық. Балалар, қалған 2 есепті өздерің шығарыңдар. Сендердің қолдарыңнан келеді деп ойлаймын. Тура және кері санаймыз тапсырмасын орындайық. Балалар, менімен бірге санаңдар. 1, 2, 3, 4. Кері санайық. 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі оқу қызметінде 4 санын қайталадық. Осы 4 санын дәптерге жазайық. Жоғарғы қабырғаның ортасынан сәл оңға қарай нүкте қойып, ортаға қарай көлбеу сызық жүргіземіз. Торшаның ортасынан сәл төмендеу сызықты бұрамыз. Содан кейін оны оңға қарай көлденең жүргіземіз. Қаламды қағаздан ажыратамыз. Соңғы сызықты торшаның оң бұрышынан бастап
төменгі торшаның ең астына дейін сызып тоқтаймыз. Өте жақсы. Оқу қызметін қорытындылайық. Сұраққа жауап беріңдер. Біз қандай пайдалы тағамдарды білеміз? Қане, кім жауап береді? Дұрыс айтасыңдар. Пайдалы тағамдар жемістер, көкөністер, сүт тағамдары, балық және басқа да тағамдар жатады. Бүгін біз қай санды қайталадық? Жақсы, 4 санын қайталадық, дәптерге 4 цифрын жаздық. Ұйымдастырылған оқу қызметінде қандай тапсырмаларды орындадық? Дидактикалық ойын ойнадық, жұмбақ шештік, тақпақ жаттадық, мысалдар шығардық. Бүгін сендер жақсы жұмыс жасадыңдар балалар. Мен сендерді мақтан етемін. Осымен оқу қызметіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.